Мен сендерге айттым ғой 2 күнде бітіріңдер деп. Жоқ. Керек емес. Дайын болғанда хабарласыңдар. Сау бол. Алло. Арсен, жұмыстасың ба? Түсінікті. Жоқ, мен жолдамын әлі. Үйге жеткен жоқпын. Иә, тамақтандың ба? Ас болсын жаным. Жақсы, үйге жеткенде тағы да хабарласам. Қандай жаңалықтарың бар? Жаңалық өте көп. Қазір көрсем. Мен сызбаларымды аяқтадым. Мінекей. Әдемі. Оюларда ерекше шығыпты. Оқығаның көрініп ақ тұр. Сенен мықты дизайнер шығады. Сіз солай ойлайсыз ба? Ал мен болсам, әлі ойланып жүрмін. Саған не болды? Бірдеңе мазалап жүр ма? Арсенге тұрмысқа шыққаным дұрыс па? Соны білмей тұрмын. Сендер не? Тағы ұрысып қалдыңдар ма? Ұрысқан жоқпыз. Тек Арсен менің жұмыс істегенімді қаламайды. Онда тұрған не бар? Сенің жағдайын жасауға Арсеннің шамасы жетеді. Жұмыс істемей ақ қойсаң да болады. Қанша жыл оқыдым, жеке кәсібім болғанын қаладым. Менің арман мақсаттарымның барлығы тек көкке ұшып кетті. Қызым, ол маңызды емес. Енді не маңызды? Бірінші орынға әйел өз отбасын қояды. Алдына әдемі киімді өзіне, болашақ балаларыңа тігесің. Ең бастысы жолдасың жақсы болса болды. Мына мен сенің әкең үшін институтты да тастап кеттім. Бірақ оған еш өкінбеймін. Арсен екеуміз сіздер сияқты бақытты болады деп ойлайсыз ба? Қызым-ау, ол өз қолдарыңда. Бір-бірлеріңді жақсы көрсеңдер болды. Сен Арсенді жақсы көресің ғой. Анашым, ұялтпаңыз. Қызым-ау, бәрі жақсы болады. Ең бақытты, ең әдемі жар боласың. Серікбайға шақырдыңыз ба? Иә, Арсен. Алдымен екеуміз келісіп алайық. Кеңседе менің аты жөнімді толықтай айтасың. Кешіріңіз, Серікбай Ахметұлы. Мен енді сіздің болашақ күйеу балаңыз ретінде айтқаным ғой. Сіз менің қалыңдығымның әкесі дегендей. Үйде еркелейсің. Ал жұмыста сен менің орынбасарымсың. Сондықтан бірден шаруаға көшейік. Мынау келісім шартты сен жасадың ба? Иә, бұл менің жұмысым. Бұл келісім шарт біз үшін үлкен олжа. Серіктестеріміз ертең келіп қол қояды деген ойдам. Онда анау 3-ші бөлімнің басындағы сандарды не мақсатпен жаздың, соны маған түсіндіріп бере аласың ба? Компаниямыздың табысының тең жарымынан айырылатыныңызды білемісің өзің? Менің қателігім, иә. Байқамай қалыптым. Бұл үлкен қателік. Мен саған ең сенімді клиентімді сеніп тапсырдым. Ал сен не істедің? Алдыңғы аптада келіссөзге кешігіп келдің. Ол уақытта мен тойдың қамымен жүріп қалып, содан кешіктім. Құдалықтан кейін маман ретінде өз жұмысыңды мүлдем ұмыттым. Сонда мен саған қызымды қалай сеніп тапсырам? Серікбай Ахметұлы, кешіріңізші мені, өтінем сізден. Иә, дұрыс айтасыз. Соңғы кезде ойымның бәрі Айсұлуда. Оны қалай қатты сүйетінімді білесіз ғой. Мен мынаның бәрін жөндеймін. Бәрін ретке келтірем. Екінші рет мұндай қайталанбайды. Жарайды. Сенейік сөзіңе. Бірақ менің қызым жанында сенің азаматтың болғанын қалаймын. Сондықтан өзің мықты бол.
әрине. Кешірім өтінемін тағы да. Сәлем. Сәлем. Саған. Рахмет. Менің сүйікті гүлдерім. Қайдан біліп қойдың? Мен ана, кім еді? Сендердің үй қызметшілерін сатып алғам, я. Мадинаны ма? Я, Мадина. Ол саған не еді? Сен туралы көп нәрсе. Жарайды енді, қалжыңдай. Ол сендердің отбасыларың адал адам. Ал гүлді өзім таңдадым. Дөп түскен сияқты ма? Иә. Рахмет. Рахмет. Бар болған сол ма не? Сүйемін. Сүйемін. Арсен, болды. Жарайды, отыршы. Тамақтан олайық, одан кейін киноға барамыз. Жақсы. Той көйлегі не болып жатыр? Әзірге ойдағыдай. Әпке, уайымдамаңыз. Сізді вокзалдан біздің жүргізушіміз күтіп алып, неке сарайына апарады. Үйге келесіздер. Үй үлкен емес пе? Анашым. Міне, Айсұлу да келді. Сіздерге сәлем айтып жатыр. Жас қалыңдық қой, уайымдап жүр. Жарайды әпке, жақсы. Кездескенше. Қалыңыз қалай? Жақсы. Бәріне хабарласқан сияқтымын. Бірақ қатты уайымдап жүрмін. Туыстардың бәрін күтіп алып, оларды жайғастыруымыз керек. Иә. Олардың бәрі ауылдан келеді. Әйтеуір, абыроймен атқарып алсақ болды. Сіз уайымдай бермеңізші. Келетін қонақтар көп емес пе? Гүлің әдемі екен. Қалай қыдырдыңдар? Жақсы қыдырдық. Бірінші тамақтанып, сосын киноға бардық. Ол жанын салып сенің көңіліңді аулап жүр. Кезінде сенің әкең де менің көңілімді солай аулайтын. Бірақ біздің кезімізде мынандай гүлге студентте ақша жоқ. Соған қарамастан мен сенің әкеңе бірден ғашық болдым. Сіз әкемді сүйетініңізді қалай түсіндіңіз? Білмеймін. Жүрегіммен сезген шығармын. Ал сенші, сенің жүрегің не дейді? Мен оны әлі түсіне алмай жүрген сияқтымын. Мінекей, өзің сұрағандай құжаттарды дайындап қойды. Қайрат, ешкімге тіс жарушы болма. Мен саған ғана сенем. Сен мықты заңгер ғана емес. Сен менің туысымсың. Бұндай мәселені алдын ала шешіп алғаның ақыл болды. Мына жер. Менің қызым өмірімдегі ең қымбаттым. Қандай жағдайда болмасын, мен оның 4 дүниесінің түгел болғанын қалаймын. Осы сенің не нәрсе алаңдатып жүр? Әлде Арсенге сенімді емессің бе? Ол ақылды, әрі ел кезек. Менің бизнесім бүгешкесі неден түгел біледі. Ертең мен демалысқа кеткенде менің орнымды басып қалады деп ойлаймын. Бірақ бір кемшілігі бар ма? Ол жас қой әлі. Бизнес маған адамдарға сенумен қатар тексеруді үйретті. Қалай ойлайсың? Заңгер ретінде барлығын дұрыс жасап жатырсың деп айтылып. Ал туысы ретінде қалай ойлайсың? Орынбасарымды күйеу балатып алғаным дұрыс болды ма? Бұл енді екі жақты мәселе. Қандай ақыл айта аласың? Ең бастысы, олар Айсұлу екеуі бақытты болған емес пе? Қалғаны маңызды емес.
Затудың көйлегі әдемі шыққан. Ал мына көйлектің мына жерін дұрыс тікпеген. Шынымен. Расымен де. Мына жері онша емес. Қаладағы ең қымбат тігінші осылай тіксе, білмеймін онда. Қалар ақшалар аз емес. Тіккен түрлерім мынау. Мен апарып берейін. Бір сазайларын тырттырмасам осты. Мадина, керек емес. Ләззат апа, Не болып қалды? Басыңыз айналды ма? Сіз уайымдамаңыз. Бұл көйлекті өз мақтығы балам. Тігіншілердің керек жоқ. Иә. Мадина, су әкелші. Басым айналып кетті. Қазір Ләззат апа, тездет. Анашым, терең демалыңыз. Қазір су әкелсін, дәріңізді ішіп алыңыз. Сосын бәрі жақсы болады. Иә. Негізі сізге демалу керек. Дұрыс айтасың. Мен біраз демалайын. Өз бөлмеме барайын. Абайлаңыз. Анашым, не болып қалды? Келіңіз, отырыңыз. Отырыңыз. Жүрегім шаншып кетті. Мен қазір әкеме хабарласайын. Тек әкеңе хабарласпа. Оның бүгін маңызды келіс сөздері бар. Анашым. Мен қазір. Анашым, сізге не болды? Анашым, Мадина, тезет, анамның жүрегі ұстап қалды. Жедел жәрдем шақыру керек. Мадина! Серікбай Ахметұлы, мына құжаттарға қол қойып бересіз бе? Гаухар, бұл құжаттарды Арсен Кәрімұлы қарау керек. Ол кісі әлі келген жоқ, маған тез арада құжаттарды банкке жіберу керек болып тұр. Жарайды, әкел. Мен қол қояйын. 1,5 сағаттан кейін клиенттер келісім шарт бойынша келіссөзге келеді. Олар міндетті түрде Арсен Кәрімұлымен кездесуі керек еді, ал мен ол кісіні қайдан табарымды білмей отырмын. Қоңырау шалмайсың бен. Қоңырау шалдым, тұтқасын көтермейді. Жарайды, уайымдама. Бұл мәселені өзім шешейін. Жақсы. Осы табиғаттың аясында жиналып жатқан себебіміз қайталап сұрайыншы. Ақша қайда? Мен саған ақшаны қайтарам. Маған тек бір ай уақыт беріңдерші. Бір айдан кейін бәрін қайтарам. Шын айтам саған. Жігіттер айтып тұр ғой, бір айдың ішінде қайтарады. Сендер болса, оны бостан Үйтігі болмайды ғой. Там бері салмаған. Жауап бермеші өтінем. Алло? Жоқ, Арсен емес. Сіз кімсіз? Арсеннің болашақ қайнатасы? Өтінем. Арсенді тіріде көргіңіз келсе, міндет түрде бізге казиноға 15 мың долларды жеткізіңіз. Полицияға бұл баланы өзім-ақ жеткізіп салам. Бұл бізге ақша қарыз. Сіздің 2 сағат уақытыңыз бар. Егер кешігетін болсаңыз... Түсіндіңіз ғой? Не білдірдің сен? Ол ештеңе білмеу керек еді. Астына апарып қамай салыңдар. Жоқ, босашы, мен өтінем. Мен саған ақшаны қайтарам. Бір ай күте тұршы деймін. Гаухар, тез кел маған. Я Серікбай Ахметұлы тыңдап тұрмын. Дәнияға айт, көлігімді дайындасын. Жақсы. Сосын келіссөзді кейінге қалдыр. Клиенттермен хабарлас. Менің атымнан кешірім сұра. Жақын арада өзім келіп оларға барлық жағдайды түсіндіремін. Анашым, қалыңыз қалай? Жақсы болып қалған сияқтымын. Үйге қайта берсек те болады. Дәрігерді босқа әурелеме. Жоқ, әурелемейсіз. Сізге бүгін үйге қайтуға болмайды.
Жақсы болып қалдым емес пе? Сізде гипертониялық асқыну аяқ асты басталған. Біз жолда келе жатып белгілерін анықтап алдық. Енді сізге арнайы маманға қаралу қажет. Қорқынышты ештеңе жоқ екеніне көз жеткізуіміз қажет. Анашым, дәрігердің айтқан тыңдайықшы. Мен әкеме хабарласайын ба? Жоқ. Босқа мазасын алма. Қауіпте ештеңе жоқ. Ол аурухана дегенде естісе, бар шаруасын тастап осында ұшып келеді. Анашым, Менікі дұрыс емес пе, дәрігер? Серікбай аға, қайда барамыз? Қапшағайға. Неге Қапшағай? Данияр, артық сұрақ қойышы болма. Сосын бұл туралы ешкімге тіс жарып айтпа. Жарайды аға. Отырыңыз. Сонымен дәрігер, үйге қайта берсек бола ма? Әйтпесе, жарты күніміз ауруханада өтті. Ләззат апай, өзіңізді аямайды екенсіз. Қайта жедел жәрдемді уақытылы шақырған екенсіз, сол жақсы. Бірақ сіздің мына қан қысымыңызбен сізге уайымдауға мүлдем болмайды, білсеңіз. Шаруа көп, қалай уайымдамайсың? Қанша дегенмен жалғыз қызымызды ұзатқалы отырмыз. Құттықтаймын. Бірақ сол тойдың үстінде есіңізден танып қалғыңыз келмесе, онда осында бір-екі күнге қаласыз. Анашым, негізі дәрігер дұрыс айтады. Ал мен сіздің қасыңызда боламын. Жарайды онда. Қажет болса қалайын. Міне, дұрыс шешім. Жақсы, ондай болса мен жұмысым істей берейін. Керек болсам шақырасыздар. Жас ұлғайды деген осы екен ғой. Денсаулығыңның қашан сыр беретінін де білмейсің. Сол үшін сенің тезірек тұрмысқа шығып кеткеніңді қалаймын. Сенің жағдайыңды ойлайтын адамыңның болғаны жақсы. Анашым, не деп кеттіңіз? Көрерсіздер. Әкем екеуіңіз әлі жүз жасайсыздар. Шөбере сүйетін арманымыз бар ғой әрине. Бірақ сенің қасыңда сенімді жолдасың болса, менің көңілім тыныш болар еді. Мына кісі Арсеннің қарызын әкелдім дейді. О, тез келдіңіз ғой. Қалайсыз? Келіңіз. Отырыңыз. Сізбен мәселе шешкен ыңғайлы екен. Арсен қайда? Ақша қайда? Санамай-ақ қой, ақша түгел. Кешіріңіз, шаруам болмаса да сұрайын. Арсеннің осында қайнатасы барына таңғалып отырмын. Бірақ қызыңызға жаныңыз ашымай ма? Оны өзіміз шешеміз. Әрине. Бірақ менің тәжірибеме сенетін болсақ, ойын құмарлық бұл ауру, емделмейтін ауру. Бір рет ойнап ұтылған адамды ойын құмарлардың қатарына қосуға болмайды ғой. Бір рет. Күйеу балаңыз біздің казиноның тұрақты қонағы. Оның үстіне ойынға тігетін ақшасы да аз емес. Бізге біраз ақша қарыз болған соң, қайтармай қойған соң, оны ұруға мәжбүр болды. Ұрғанда қалай? Жай, қол ұшын тигізді. Жүр, кет жар. Сізден ыңғайсыз болды, Серікбай Ахметұлы. Кешіріңіз. Жаңағы менің айтайын дегенім,
Иә? Әкешім, біз анам екеуміз ауруханадамыз. Анамның қан қысуы көтеріліп кетті. Жоқ, сіз уайымдамаңыз, қазір барлығы жақсы. Әкешім, уайымдамаңыз деймін. Иә, қазір ойдағыдай халі. Сізге хабарласуға анам қарсы болды. Әкешім, жарайды. Тек сіз уайымдамаңыз, сізді күте тұрамын. Өтінемін сізден. Айсұлуға ештеңені айтпаңызшы. Мен сізге ақшаңызды қайтарам. Мәселе ақшада емес. Сен ойын ұмарсың. Маған бәрін айтып берді. Уәде беремін сізге, мен енді казиноға жақындамаймын. Сенім өмір сияқты. Оны сен бір ағыры жоғалтасың. Есіңе сақта. Сен менің сенімімді ақтамадың. Саған қызымды бермеймін. Осымен бітті. Той да болмайды. Сөйтіп жасай алмайсыз. Біз Айсұлу екеуміз бір-бірімізді сүйеміз. Мен қызыма өзім түсіндіремін. Өтінемін сізді. Маған соңғы рет бір мүмкіндік беріңізші. Фирмадағы шаруаларыңды өткізуге бір ай уақыт беремін. Арызыңды жаз да өз еркіңе кет. Әкешім, өңіңіз қашып кетті, мүмкін сізде дәрігерге тексеріп аларсыз? Бүгін өте ауыр күн болды мен үшін. Кейін үйге оралғаннан кейін екеуміз міндетті түрде сөйлесуіміз керек. Фирмада бірдеңке болып қалды ма? Солай десе де болады. Ләззат апайдың жағдайын естіп бірден келдім. Бәрі дұрыс па? Оны саған кім айтты? Мен әкеңе жұмыспен хабарласқам, иә, өзі айтты бәрі. Жақсы. Сен келген қандай жақсы. Мадина, бізге шай қойып қойшы. Жақсы. Серікбайға қатты уайымдап жатқан сияқты ғой, иә? Иә, бүгін анамның жағдайын ойлап қатты уайымдап. Оның үстіне фирмада бір жағдай болып қалыпты. Саған бірдеңе айтты ма? Иә. Айсұлуын мен... Бірақ анық қанығы айтқан жоқ. Әкемнің бұндай түрін бұрын соңды көрген емеспін. Сен бірдеңе білесің бе? Жоқ. Жоқ, білмеймін. Ертең айтатын шығар? Иә, мүмкін. Арсен, бүгін айтқандарын әкем айтпай ақ қойшы. Уайымдама. Шаршадың ба? Шаршадым. Айсұлу, Серікбайға басқа ештеңе айтпадың ба саған? Шай дайын. Келіңдер. Жүр, шешейік. Мен кетейін. Кеш болып қалды. Иә, қайтқаным дұрыс. Сен де шаршадың, ертерек жатып дем. Ертең келісеміз. Жақсы. Жақсы күн. Абайлап жүр. Иә, әрине. Жақсы, Мадина. Сау бол. Алло. Бәрі жақсы, досым. Иә. Жоқ, шал ештеңе айтып үлгермейді. Жоқ деймін, мен Айсұлуды жақсы білемін ғой. Ол өтірік айтамын. Бірдеңе білсем, мен үйге де кіргізбейтін еді. Қысқасы, жоспар бойынша қимылдаймыз. Досым, мен айттым ғой, маған сенді. Жақсы, жолыққанша. Мен саған айтатын жағымсыз жаңалығым бар. Тағы не болды?
Үйге барған соң жақсылап түсіндіріп айтып беремін. Қорқытпаш. Не жайында? Арсен жайында. Біз ойлағандай ол жақсы азамат емес болып шықты. Қалған айтады. Растапай, сәлеметсіз ба? Қалыңыз қалай? Сөмкеңізді беріңіз. Рахмет, Данияр. Жақсы болып қалдым. Серікбай, мына жігітті әбден шаршатып жүріпсің ғой. Ой. Түріне қараш, ұйықтамаған. Енді бұлай болмайды ғой. Шоғапай, бәрі жақсы. Жұмыс қой. Үйрен бердім. Міне, енді әдемі болды. Иә, дәл мен қалағандай болды. Бәрін тігіп шығуға қашан үлгеріп жүрсің? Айсұлу, сен түнімен көз ілмеген сияқтысың ғой. Иә, ұйқым келген жоқ. Оның үстіне анам ауруханадан шыққанша тігіп тастайын деп шештім. Дұрыс. Әйтпесе ана жолы қатты ренжіп қалып еді. Енді бір қуанып қалсын. Иә, дұрыс айтасың. Көйлегің де әдемі, өзің де әдемісің. Мадина, ұялтпашы. Әкем хабарласып жатыр. Қазір. Алло? Иә, мен. Сіз кімсіз? Түсінбедім. Мүмкін емес. Жоқ, мүмкін емес. Айсұлу, не болып қалды? Кім хабарласқан? Айсұлу, кім дейін? Не болып қалды, Айсұлу, айтсаңшы енді. Мадина. Айтсаңшы, кім ол? Полициядан. Полиция? Не болып қалды, Айсұлу, айтсаңшы енді. Айсұлу, айтшы, не болып қалды, Айсұлу? Мықты болайын, Айсұлу. Сабыр ет. Жазмыштан озмыш жоқ дейді. Қайтеміз енді, көреміз. Біз сенімен біргеміз. Динар әкпен де келіп отыр ауылдан. Айналайын, Айсұлу. Жарығым, күнім, алтыным, бекем болжам. Иә. Әке шешеден айырылған оңай емес жан. Бекем бол, Айсұлу, бекем. Ләззатым ай. Жақсы ана, аяулы жар едің ғой. Ең жақын намысымнан айырылып қалдым. Бар ақылын үйретіп отырушы еді. Сабыр етіңіздер. Жаным ай. Қайрат аға, адамдар келіп жатыр, сіздердің дастархан басына барғандарыңыз дұрыс болар. Шырай бермей айналайын. Бекем бол, Айсұлу, жаным, алтын. Önüme bak Petro. Тойға келеміз ба деп дайындалып жүредік. Қарашы мына қазаға келіп отқанымызды. Жап-жас қыздың бір үйде жалғыз қалғаны қиын болды. Қайғыдан қан жұтып отыр еді. Айсұлу қызымызды жалғыз қалдыруға болмайды. Ауылда ел бар, жұрт бар. Мен Айсұлу алып кетейін ауылға. Менің жанымда болсын. Кішкене өзім қарай. Динара. Ол дұрыс қой әрине, бірақ Айсұлудың дәл қазір ауылға кеткені дұрыс болмайтын шығар. Келінді кетінде кісі бар, үйінде болсын. Біз Анар екеуміз оған бас көз боламыз.
Мынаныш. Рахмет. Он минут жерде тұр. Сосын төмен кетсем. Бізде туысқандарымнан да ұят болды. Керісінше олар ұялу керек. Түсінбедім. Олар менің жағдайымды ойлап келді ғой. Оның үстіне алыстан келіп отыр. Айсұлу, солардың бәрі сенің көңіліңе бола келді деп ойлайсың ба? Әр туысқанның көздеген өзінің бір мақсаты бар. Мұндай сұмдықты айтуға аузың қалай барады Арсен? Айсұлу, сен аңқаусың. Сондықтан да көп нәрсені байқамайсың. Олар сені ауылға не үшін шақырды деп ойлайсың? Олар екеумізді ажыратып, сені жалғыз қалдырып, кейін әкеңнен қалған мұраға өздері иелік еткісі келді. Жоқ. Бекер олай ойлайсың. Сен оларды мүлдем танымайсың. Сен ше? Сен оларды жақсы танисың ба? Әлде олар осы үйге жиі келуші ме? Ауыл өте алыс. Оның сізге сирек келетін. Олардың да шаруалары бастан ашып жатыр ғой. Жарайды, солай ақ болсын. Ең бастысы мен сенің жаныңда. Сондықтан да олардың сенің тонауына мен жол бердім. Иә. Ананы ішті, жатып демал. Мен астына барайын. Жақсы. Ешкімнен көмек қолын аямаушы еді. Жаны жайсаң азамат еді ғой. Арсен, Айсұлудың жағдайы қалай? Бізбен бірге отырған жөн болар ма? Ол өз бөлмесінде жалғыз алғысы келді. Сіздердің келгендеріңізге рахмет айтты. Бірақ қазір ешкімді көргісі келмейді. Иә, тіпті менің де шығып кетуімді өтінді. Жүрші Қайреке, барып сөйлесейік. Жүр. Сізді кетуіміз керек па? Кешірерсіздер. Қазір үйдің иесі Айсұлу екенін білесіздер ғой. Мен тек соның сөзін сіздерге жеткізіп отыр. Мадина, жолға тамақ салып бер. Жолдың алыс екенін білем. Бізге мұндай садақаның қажеті жоқ. Өзіміз онсыз да кетейік деп отырмыз. Серікбай мен Ләззаттың қызынан мұндайды күтпеп едік. Айсұлуға ренжімеңіздер. Келгендеріңізге көптен көп рахмет. Жолдарыңыз болсын. Рахмет, сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Арсен, туыстарға неге? Олар кетіп қалды. Неге? Өзім де білмеймін. Таң қалып отырмын. Бәрі Айсұлуға ренжіп кеткен сияқты. Иә, бірақ несіне ренжиді? Айсұлудың біреуге көңіл бөлетін шамасы да жоқ. Бұлары қызық екен. Өздері білсін. Қайреке, сен үйге қайта бер. Айсұлу оянса, қасында болайын. Мен де осында қаламын. Жақсы, бір айналып келейін. Арсенжан, Айсұлуға сондай қамқор болып жүрсің. Рахмет саған. Бақытты бол. О, не дегеніңіз? Мен оны қатты жақсы көремін. Тамақ жесің. Иә, қарным ашып кетті. Қазір көмірден. Менің тамағымды. Мен үйден таңғы ас ішіп шыққам. Арсенжан, сенің осында болғаныңның Айсұлуға да пайдасы тиіп жатыр. Бәлкім көшіп келерсің, а? Үй кең, бәрің орын жетеді ғой. Ет болады. Оның үстіне екеуміз үйленген жоқпыз ғой. Онда үйленейін. Жаным, сенің қара жамылып отырғаныңды білейін. Бірақ күйеуің ретінде қамқорлық көрсету маған дарман.
Жағдай мәз емес әрине. Бірақ Серікбай мен Ләззат қыздарының қиналып жүргенін көрсе, қарсы болмас еді. Оның үстіне дәл қазір саған жалғыз қалуға болмайды, Айсұлу. Жаныңда Арсендей қамқор азамат керек. Той дейсіздер ме? Ойлануым керек. Ештеңені ойланба, тамақ. Гафар, сен Арсенді көрдің бе? Кабинетіне барсам жоқ. Арсен Кәрімұлы мына жақта. Қайрат аға, кіре беріңіз. Арсен, сен мұнда не қылып жүрсің? Мен жұмыс істеп отыр. Мына орынға ертерек отырып қойған жоқсың ба? Фирманың жұмыстарын жүргізетін басшы керек. Әйтпесе бәрі босаңсып кетті. Оның үстіне марқұм қайнатам оның ізбасары мен болатынымды айтқан. Жоқ әлде сізде басқа адам бар ма? Мендегі құжаттар бойынша осы фирманың жалғыз мұрагері әрі қожайыны Айсұлу. Ал сен тек жалдамалы қызметкерсің. Қалай болдың күнім? Жақсы. Арсен, сен мұнда не істеп жүрсің? Мен шаруалармен шыққам. Жол жөнекей сені көріп кетейін. Түрің шашың қой, не болып қалды? Я, көңіл күйім жоқ. Фирманың жұмысы жүрмей жатыр. Күн өткен сайын клиенттерімізден айырылып жатырмыз. Қалай сонда? Әкем бизнесің жақсы жүріп жатқанын айтып еді ғой? Айсұлу, қазір жағдай басқа. Бастығы жоқ фирмаға ешкім сенбейді. Не істейді екен? Білмеймін. Әбден басым атты. Тыңдашы, егер мен мұрагердің күйеуі болсам, онда әңгіме басқа. Сатып алушыларымыз да маған сенеді. Жаным, мен саған ауыртпашылық салдым деймін. Бірақ ескертпесем тағы. Екеуміз той жасайтын ыңғайлы уақытты күтіп отырғанда фирмадан айырылып қалатын сияқтымыз. Иә. Шешімді қабылдайтын өзің. Жақсы. Әкем сенім артқан адамға мен де сенемін. Сенің айтқанын жасасақ, барлық жақсы болады сияқты. Ақылды. Досым. Қалайсың? Сен ұзақ күттің бе мені? Жоқ. Бақыттан балымыз жайнап кетесің ғой. Иә, мен құттықтай берсем болады. Немен? Шошымасайшы, немен? Жақсы жаңалық деп тұрмын ғой. Не себеп? Мен оны көндірдім. Асатасың ба? Сен құлысың. Қашан тойлаймыз? Жоқ, тойлаймыз деп айта алмаймын енді. Қанша дегенмен қара жамылып отырған шаңырақ қой. Некемізді қиямыз. Шынымды айтсам, сен оны көндіреді деп ойламадым. Әйеліңмен жолың болды. Ол сұлу, бәрі тіл алды. Қойшы, сұлулығын білмеймін. Бірақ мұрасымен жолым болды. Қалған қызық емес маған. Айсұлуға үйленіп, фирмасын тартып алсам ғой. Е, сосын, тілімді алмай көрсін. Сол күні әке-шешесінің артынан аттандырып жүрген.
Қызым, сен әлі дайын емессің бе? Неге сарайына баратын уақыт болды? Мен дайын. Осылай бірақ. Қызым ау, бұлай болмайды ғой. Қайғырып отырғаныңды түсінем. Бірақ сенің сондай әдемі той көйлегің бар емес пе? Ең әдемі қалыңдық болып тұрмысқа шыққаныңды марқұм анаңды армандап еді ғой. Иә. Сол той көйлегін киюдің қажет жоқ сияқты. Менің жасап жатқаным дұрыс па, бұрыс па, мен өзім де білмеймін. Айсұлу, егер бір нәрсеге күмәнданатын болсаң, онда кейінге қалдырайық. Не айтып тұрсың, Қайрат? Айсұлу, жарығым, дәл қазір жаныңда ата-анаң болса сені қолдар еді. Кел, той көйлегін өзім кигізейін. Қайреке, сен шыға тұршы. Айсұлуды өзім киіндіріп алып шығам. Ай, қыздар, кеп қалдыңдар ма? Ай, жақсы болды. Ал. Ай, балам, қалайсың? Қоймысың адамдар. Сәлеметсіздер ме? Сәлемет. Көрген жерде көңіл айт демекші. Қазаның арты қайырлы болсын. Әмин, рахмет. Мен Арсеннің анасы боламын. Қуаныштымыз. Айсұлудың ендігі қамқоршысы өздеріңіз екенсіздер. Иә, қазір Айсұлуға бас көз болып жүрміз. Еш уайымдамаңыздар. Айсұлу енді өз қызымдай болады. Арсенім қамқоршысы болады. Ең басты екеуі бақытты болса болды ғой. Әрине, ең бастысы бақытты болсын. Жарайды, мен қонақтарға амандасайын. Қалайсыздар? Кел бауырым, гастың жөндеп бердім. Не деген мен күйеу жолдасымын. Саған қарап жүруім керек. Дұрыс па? Әдемі тұр. Сіз кімсіз? Сізге не керек? Есікті не құлттадыңыз? Мен қазір айқайлаймын. Мен сені құтқаруға келдім. Құтқаруға? Неден? Мына тойдан. Әке шешеңді өлтірген жауызға тұрмысқа шықпауым керек. Сіздің есіңіз дұрыс емес шығар. Шығып кетіңіз, мен қазір айқайлаймын. Тыныш. Мынаны қара. Түсінбедім. Сіз кімсіз? Мұнды мұхит арпалыс пен сынаққа толы, бұл өмірдің қиын жолы мұхитты мұңға толтырды.